Елімізде азаматтардан заңсыз сақталған қаруларды, оқ-дәрілер мен жарылғыш заттарды қабылдау 2008 жылдан бері жалғасып келеді. Сәуірдің 15-нен осындай акция жалғасын табатын болады. Атыс қаруын қолданумен жасалатын құқық бұзушылардың алдын алу мақсатында 2016 жылдан бастап 15 сәуірден бастап республика аумағында заңсыз сақталған атыс қаруын, оқ-дәрі және жарылғыш заттары азаматтардың ерікті түрде өтемді тапсыру қағидаларын бекіту туралы Ішкі істер министрлігі бұйрығымен нөмірі 266 23 наурыздан 2015 жылдың бұйрығымен жұртшылықтан атыс қару, оқ-дәрілер мен жарылғыш заттарын сатып алу акциясы жаңғырылады. Мұндай акция тіркелмеген қарулармен болатын қылмыстың алдын алу мақсатында өткізіледі. Биылғы жылы қалада осындай бір жағдай тіркелген. Себебі атыс қару қолданумен жасалатын құқық бұзушылар алдын алу мақсатында бұл акция. Өйткені көп қылмыстар тіркелмеген қарудан шығып жатыр. Акция бойынша қарулар мен оқ-дәрілер, жарылғыш заттар тапсырғандар қылмыстық әкімшілік жауапкершілікке тартылмайды. Оларға алынған қарулардың жарамдылығына орай сыйақы беріледі. Ол комиссия мүшелерінің шешімі бойынша 3 категория бойынша төленеді. Бірінші категориямен өз белгіленген бағаларына әр мылтықтың өз белгіленген бағалары болады. Мылтықтың оқ-дәрмектің өз бағалары бөлінеді. Сонда бірінші категориямен 100%, екінші категориямен 70%, үшінші категориямен 30%. Соған орай Теміртау тұрғындарда осы мүмкіндікті пайдалана алады. Ол үшін әкімшілік полиция бөліміне 10-ші бөлмеге келіп жолығуларына болады. Бұл акция бойынша бізде қабылдайтын күндеріміз бүкіл қабылдай береміз. Біз жай мысалы кісілерді бейсенбі күні қабылдасақ, бұл жолы біз акциямен күнде қабылдаймыз. Күн тәртібіміз таңертең 9-дан кешкі 19-ға дейін қабылдаймыз.